Жалпы танымалдылыққа ұмтылу әркімде әртүрлі. Біреу ән айтады, біреу билейді, ал біреу әуежайдағы дәретхананың унитазын жалап видео түсіреді. Вирусқа айналатын тренд пен трагедия арасындағы шекара қылдай жіңішке. Біреулер миллиондаған қаралым жинайды, ал біреулер өкінішке орай өмірімен қоштасады. Магазиндегі мороженыйды, судың сыртын немесе шайдың пакетиктерін жалап сол жерге қалдырып кетеді. Есіктің ручкасын, осындай қол арбаларды жалау, тырнаққа арналған пилка мен тісті егеу тренді, порошок капсулалардың дәмін көру. Дәмі мақұл, бұл капсулалар мен пиццалар, смузилар жасап ішу миға қонбайтын ақылсыздықтан жасалынған трендтер. Ең маңыздысы, бұндай трендтер тек балалардың тиктогында ғана шығады. Міне, бүгін балалар үшін өте қауіпті 5 тикток трендін талқылайтын боламын. Бұл бейнероликтен кейін тиктокты мүлдем өшіріп тастайсыз. Арнадан алыстамай, видео ұнаса лүпіл басып тиктокты көп қарайтын достарыңызға жіберіп қойыңыз. Ал ендеше бастайық. Соңғы жылдардағы ең танымал трендтердің бірі 2019 жылдың жазы. Техас штаты, кәдімгі супермаркет. Бір қыз мұздатқышқа жақындап, Blue Bell балмұздағын ашып, оның үстіңгі қабатын жалап, қайтадан орнына қойып қояды. Осының бәрін видеоға түсіреді, интернетке жүктейді. Бірден танымал болып шыға келеді. Бұл вирустық ессіздіктің басталуы еді. Бұл трендке Ice Cream Light Challenge деген ат беріледі. Адамдар қайталай бастайды. Дүкендерге балмұздақты ашып, жалап, саусақтарымен түртіп, ештеңе болмағандай қайтадан сөреге қояды. Полиция тергеу бастады. Қыз тез табылды. Жасы небәрі 17-де. Сондықтан кәмелет жасқа толмағандар заңымен сотталды. Бірақ бұл челлендж осымен тоқтаған жоқ. Керісінше, ересектер де оны қайталай басады. Тағы бір ер адам дәл осылай әзілдегісі келді. 36 жастағы Ленни дүкенде балмұздақты жалап, орнына қайта қойған видеосын жариялайды. Кейін ол бұл балмұздақты сатып алдым деп ақталды. Бірақ бұл да қаралым үшін бәріне дайын адамдарды тоқтатпады. Біреулер бөтелкеден ішіп, оны орнына қайта қояды. Басқалар тауарларды түкіріп, камераға түсіріп қарап тұрады. Бұл нағыз антигигиена флешмобына айналды. Бұл тек шок контенттің бастауы ғана. 2022 жылдың наурызында қоғамдық дәретханалардағы унитаздарды жалау челленджі басталды. Елестетіп көріңіз, пандемия басталды, бүкіл әлем дүрлігуде. Адамдар антисептик, маска сияқты заттарды сатып алып жатыр. Барлығы үйлеріне тығылып, жөтелуден қорқып жүргенде, бір тиктокер қыз ұшақтағы дәретханаға кіріп, унитаздың шетіне еңкейіп, оны жалап, видеосын тиктокқа салады. Видеода коронавирус челлендж деген жазу бар. Бұл бейне таралып, миллиондаған қаралым жинайды. Интернетте шу басалады. Біреулер ақмақтық деді, біреулер бұл әлеуметтік эксперимент деді. Бірақ әрине, бұны қайталағысы келгендер де табылды. Біреулер метроның тұтқаларын, дүкендегі бөтелкелердің сыртын, супермаркеттегі мына арбаларды жалай бастады. Коронавирус мені қорқытпайды деп мәлімдеді. Бір жігіт супермаркетте тұрған сөрені жалап, кім бірінші жұқтырады екен деді. Бұндай трендке қатысып, бірнеше күннен кейін ауруханаға жеткізілгендер де өте көп болды. Келесі трендті еріккеннің ермегі дер едім. Немесе сау басына сақина тілеп алғандар. 2020 жылы 19 жастағы тиктокер қыз жаңа тренд бастады. Ол тырнаққа арналған темір пилканы алып, алдыңғы тісін тегістей егей бастады. Яғни тіс дәрігеріне баруға ақша жетпегеннен соң өзім стоматолог болдым дейді. Бұл видео вирус сияқты тарады. Мыңдаған қаралым мен лайктар жинай бастады. Жасөспірімдер жаппай қайталай бастады. 16 жастағы Эйслинде бұл әрекетті жасап, металдан жасалынған қатты пилкамен тісін тегістей бастады. Солай бір тісін мүлде бүлдіріп тастады. Сол тісі сезгіштігі қатты болып, су ішсе немесе бірдеңе жесе, тісі дызылдап ауыратын болып қалды. Стоматологтар үнсіз қалмады. Қарапайым тілмен, эмоциямен, анимациямен барынша жастардың тілінде сөйлеп, олар былай деді: тіс бұл тырнақ емес, ол өсіп шықпайды. Сіз эмальді жойып жатырсыз. Сосын тісіңіз су ішкенде мазалап, ештеңе жей алмай қаласыз деді. Бірақ бәрібір тренд тоқтап қалған жоқ. Тістерін тырнақ сияқты жона бастады. Әдемі күлкі үшін бе, лайк үшін бе, бастысы трендте болу керек. Ал енді мына трендті
тек қана интернеттен ғана емес, бүкіл тарихтан өшіріп тастау керек. Бұл бейітте би билеу тренді. Алдымен бұл оқшау видеолар болды. Бір-екі адам қабір басына келіп, секіріп, күліп жүреді. Біреу танымал адамның бейітінде би билеп ретке шықты. Атақтылардың қабірі би алаңына айналды. Кейбіреулер мен оны жақсы көрдім, бұл менің қоштасуым деп ақталды. Бірақ одан кейінгі видеоларда одан сорақы болып шықты. Біреулер өзінің ата-анасының бейітінде билей бастады. Тіпті ең көне қабір тауып, ең есуас биді кім билейді деген челленджде шықты. Украинада болған жағдай. Екі қыз әскери адамның бейітінде би билеп, видеосын жариялайды. Бұл адам олардың туған әкесі болып шығады. Видео шыққаннан кейін 1 сағаттан соң олар ұсталады. Енді оларға 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру қаупі бар. Келесі тренд ең қауіптілердің бірі. Бұл туралы дерлік бәрі естіген, бірақ бұл трендті қайталағандардың бәрі қайтыс болған. Бұл пойыз челлендж немесе пойызбен батылдық сынағы. Мағынасы қарапайым, өтіп бара жатқан пойызға мүмкіндігінше жақын барып, оны видеоға түсіру немесе селфи жасау. Бұл Үндістанда басталды. Кейін бүкіл әлемге тарады. Мысалы, ақш-тың 3 қызы селфи жасағысы келді. Фотода олардың артында жарық көрінеді. Бұл оларға қарай келе жатқан пойыз. Нәтижесінде үшеуі де қаза табады. Фитнес жаттықтырушысы Сива. Ол темір жолда тұрып, машинистпен өтіп бара жатқан адамның ескертуіне мән бермеді. Камераға 1 минут деді. Содан кейін оны пойыз қағып кетті. Ол тірі қалды, ауыр жарақат алды. Келесі видеода бір жігіт жай ғана пойыз жүріп бара жатқанда басынан етікпен соқ қалады. TikTok дамыған сайын пойызбен байланысты видео өрши бастады. Кейбір видеолар жасанды, бірақ көбісі шынайы. Зацеперлер пайда болды. Олар пойыздың төбесіне немесе сыртына жабысып алады да кетеді. Көпірден пойызға секіреді, немесе бір пойыздан екіншісіне. Бұл танымалдылықтың бағасы. Бір секіремін деп мүгедек боласың немесе мерт боласың. Интернеттегі жай ғана қалжың қауіпті трендке айналды. Тайт капсулалары мармелад сияқты көрінеді. Басында бәрі әзіл болады, бірақ кейін шын мәнінде тістеп, шайнап, жей бастағандар да шықты. Тіпті капсуланы пиццаға қосып пісіргендер де болды. Кейбір жасөспірімдер бұл қауіпті екенін түсінбеді. Кейбіреулері білсе де оларға лайктар мен қаралымдар қымбат болды. Шын мәнінде тайт капсуласы агрессивті химиялық қоспа. Ол ауызда еріп, тілді, өңешті, асқазанды күйдіреді. Қиын жағдайда комамен және өлім күтіп тұрды. Трендтің алғашқы аптасында 39 ауыр улану жағдайы тіркелді. Көбісі жансақтау бөлімінде жатты. Кейбіреулер камераның алдында есінен танды. Өкінішке қарай, бұл жерде өлім жағдайлары да болды. Қазірде TikTokта мұндай видеоларды қатаң талқылауда. Қазірде жасөспірім мен балалардың ойы бір. Қалайда TikTokта атақты болсақ, немесе бір ұшатын видео салу керек деген ой. Олар сұрпайы немесе ұсқынсыз, миға қонбайтын заттар жасауға дейін барады. Барша TikTok қарайтындарға, әсіресе ата-аналарға, балаларды осындай трендтерден сақтаңыздар. Бүгінгі шығарылым сіздерге ұнаса, лүпіл басып, қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыздар. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.